Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз топ-томпақ пигоди дайындаймыз. Үлкенірек ыдыс алып, жылы суымызды құйып, үстінен дрожж, сұйық май, тұз, шекер барлығын салып, араластырып, тұз шекерлері ергенше араластырамыз. Дайын болған сұйық массамыздың үстінен ұнымызды салып, қамыр илейміз. Қамырымыз жұп-жұмсақ болып кетпеуі керек. Қатты да болып кетпеуі керек. Қамырымыздың үстінен сұйық май жағып, бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз ашығанша салмамызды дайындаймыз. Кубиктап туралған пиязымыздың үстінен фаршымызды салып, татымына қарай үстінен дәмдеуіштерімізді саламыз. Негізі пигодидің салмасында капуста болу қажет, көп мөлшерде. Біздің үйде бала-шаға жемегендіктен мен капуста қоспай жасаймын. Сіздер өз қалауларыңызша капуста қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Қамырымыз ашып 2-3 есе көтеріледі. Оны бөлшектерге бөлеміз, дәл видеодағыдай. Менің қамырым жұмсақтау болып шықты. Оқтаусыз қолмен жайдым. Үстіне салмасын салып, шет-шеттерін жабыстырдым. Дәл видеодағыдай. Мантаварканы міндетті түрде шылқытып майлаңыздар. Мантаваркаға арасын алшақ етіп орналастырамыз. 2 есе үлкейеді. 40-45 минутқа қоямыз қатты отқа. Дайын болған топ-томпақ пигодиімізді майонезбен, сәбіз салатымен жесек, одан да дәмді болады. Осымен біздің пигодиіміз дайын. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Ас болсын!